Assalamu alaikum. Бүгінгі жиын қатысушылары, Алматы Ақылбек Сәнбекович келген делегаттар. Біздің жерге қош келіпсіздер. Азыр айтып атқан жомоқтарыңыздар, одаларыңыздар ел көніп үшіл күнге келді. Сабырында түгі болады. Біздің сабыр қалтауы оққа тешіліп сабырыз қалбады. Қачанға чейін өз жерімізден қачып, балдарымыз талада. Aç karın, toğlarda kaçıp жүрüp, öz yüzüge kele almay, düşmanın emesinden kaçıp жүрüyoruz. Kүйген emegel оңдап, магазин оңдап, барын öz қаражаттарынан бір-бірге жардам беріп құрғылат кірді елі. Бізге президент Садыр Нұрғожоевич менен УКМК төрағасы Қамшыбек Қыдыршевич келіп, ушул жерде чегара маселесин ачык дан елге түшүндүрүп берсин. Былтыр уруштадан арка ел менен келип жолуккан жок. Айтпаған адамын, барбаған адам қалған жоқ. Жеткіріңіздер, бар жеткірбейді. Мен айтқам, сер барып мақтап, болды, бар жақшы ел разы деп барасыңар деп айтқам, ошол сөз айтқаным болды. Бізге еш қандай үйдің керек жоқ, бала гранттан чечіп, кепілдік берсін. Біз кепілдік береміз, жашай беріңіздер. Мындан кейін болбойды. Деп, болбоса депутаттардан баштап, президентке чейин келіп, арқаның ең ылдиq үйлерінде жашаңыздар. Ölümünden ajaldın, ömürmen ölümden ortasına turarız. Biz уже жашоодо кагазга орап туруп артка таштаганбыз. Biz ушул жерде эл жер деп үчүн жүрөбүз.